Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге педиатр Жұлдыз. Бүгінгі сөйлесейін деген тақырыбым уколдар жайында. Бірақ ол уколдар әсіресе үй жағдайында қолданылатын уколдар. Қаншалықты сіз үй жағдайында балаңызға укол салдырттыңыз? Көбінесе ата-аналар жақсы әсер алу үшін, аурудан тез айығу үшін балдарына үй жағдайында медсестра тағайындап, немесе өздері болсын укол салып жатады. Оны жоққа шығарудың қажеті жоқ. Ол қазіргі таңда болып жатқан жағдай. Мені де көршілерім шақыртады, укол салып беріңізші, балам ауырып қалды дейді. Мен бұндай жағдайға қарсымын өз басым. Үй жағдайында укол салуға балаға. Ол өте ауыр жағдай, бала кішкентай. Күніне 2-3 рет салады уколды. Ол сол бір күнмен ғана шектелмейді, оны 5-7 кейде 10 күнде тағайындап жатады. Есеппен алғанда 15 немесе 30 рет салады екенбіз. Ол балаға өте ауыр, қудыртады. Біздің медицинада бұны этикалық емес деп таниды. Бұндайды шетел көрсе әрине шошытарлық жағдай, өйткені үй жағдайында шетелде амбулаторлық жағдайда да, емханада да укол салмайды. Тек ауруханада. Және укол салуға қандай көрсеткіштер бар? Арнайы өзінің көрсеткіштері болады укол салуға немесе уколға жүгінуге. Халықта тараған ең үлкен миф: укол, инъекция, таблеткадан немесе суспензия түріндегі антибиотиктан өте қатты күшті әсер береді деген жалған. Бұл негізі дәріні қандай жолмен берсең де, суспензия болсын, таблетка болсын, ол қанға сіңеді. Сөйтіп әсер етеді, жергілікті түрде әсер етеді. Тікелей көк тамырға салған кезде әсері иненің ұшында қалады. Бұлшық етке, яғни жамбасқа енгізгеннен кейін укол арқылы ол әсері 10-20 минуттан кейін басталады. Ал таблетка немесе суспензия сироп түрінде беретін болсақ, ол 30-60 минут. Ол орташа сандар алып отырмын, 30-60 минут арасында әсер етеді. Бағана айтып кеткендей, уколға өзінің арнайы көрсеткіштері болады. Ол қандай көрсеткіштер? Олар өмірге қауіп төндіретін жағдайлар болғанда, яғни баланың есі болмағанда, бала без сознания, бала іше алмайды, таблетка берсең жей алмайды, бала бірнеше рет тоқтаусыз құсып жатқан кезде укол салуға болады, жүгінуге. Бізге керекті препараттардың таблетка немесе суспензия түріндегі формасы болмаған кезде уколға жүгінсек болады. Осы жағдайлар ғана уколға көрсеткіш болып танылады. Ал үй жағдайында укол ол болмайды. Ондай өте қауіпті. Балаға өте қауіпті. Ол үшін суспензия бар. Антибиотиктің суспензия формасындағы түрі бар. Егер бала іше алатын болса, жұта алатын болса, өздігінен, онда ешқандай укол, инъекция туралы сөз қозғамаған жөн. Басқа жағдайлар да бар. Ол жағдайлар, мысалы, суспензия антибиотик түрінде жоқ. Тек инъекция түрінде ғана бар делік. Яғни бұл препараттар резервтік препараттар болып саналады, яғни қосымша препараттар болып саналады. Яғни бұлар резервтік болған соң амбулаторлық жағдайда емделушіге берілмеуі тиіс. Тек ауыр жағдайларда ғана, өте ауыр жағдайларда ғана бактериялар бірінші қатардағы антибиотиктерге төзімді болған жағдайда. Ал бұлар көбінесе суспензия түрінде бар. Бағана айтып кеткенде, шетелді алып қарағанда, салыстырғанда, олар жамбасқа уколды салмайды. Олар жамбасқа укол салуға келгенде этиканы қатты ұстанады. Егер бала суспензияны, сиропты, таблетканы ішіп жұта алмаса, баланың жағдайы ауыр болса, баланы жедел түрде ауруханаға жатқызады және венасына, көк тамыр ішіне катетер орнатылады. Катетер арқылы сұйықтық енгізіледі. Ал катетерді енгізер алдында жергілікті теріні жансыздандырады. Егер баланың денсаулығы жарап тұрса, уақыт болып тұрса, критикалық жағдай болмаған кезде арнайы аналгетикалық крем жағады жаңағы енгізетін жерге.
және пластыр қояды кішкене уақытқа. Одан кейін барып енгізеді катетерді. Уколға деген ойыңызды бөлісе отырыңыздар. Қалай қарайсыздар үй жағдайында укол салуға? Каналыма тіркеле отырыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарийда бөлісіңіздер. Балалар ауырмасын, керекті ақпарат болды деген ойдамын. Рахмет баршаңызға, сау болыңыздар.